Сәлеметсіздер ме? Мен Алдабергенова Замира Арғынғазықызы, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Шоғы Мұңал атындағы нөмірі 5 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Қазіргі таңда мұғалім заман көшін елесе білетін, бәсекеге қабілетті бола білу керек. Мұғалім құзыреттіліктерінің бірі акті сауаттылығы. Оқушыларды сабаққа қызықтыра білу үшін мұғалім платформаларменен жұмыс жасай білу керек. Мысалы, қазіргі таңдағы қызықты платформаның бірі онлайн мектеп. Қазір мен сіздерге Білімленд платформасындағы онлайн мектептен сабақты құрастыру тәжірибемді көрсеткім келеді. Ол үшін алдыменен біз онлайн мектеп ішіндегі менің сабағым бөліміне барамыз. Алдымен біз бірінші бөлімге кіреміз. Қарапайым сабақ деген жазу тұрады. Осындағы интерактивті сабақ дегенді таңдаймыз. Ал енді пәнді таңдауымыз керек. Пән қазақ тілі. Одан кейін сыныпты таңдаймыз. Біздің оқу бағдарламасында 5-ші сыныптарда оқшау сөздер деген тақырып бар. Синтаксис тарауындағы оқшау сөздерді қалай меңгертуге болады? Немесе оқушыларға оқшау сөздерге байланысты қандай тапсырмалар беруге болады? Міне, барлық сыныптар деген тұр. Осының ішінде мен 5-ші сыныптар дегенді таңдаймын. Енді сыныптың тақырыбы оқшау сөздер. Алдымен бөлім тақырыбын жазамыз. Бөлім тақырыбы киім, сән, талғам. Және қасына оқшау сөздер тақырыбын жазып қоямыз. Ал енді оқыту мақсаттарын таңдауымыз керек. Міне біз оқыту мақсаттарын жаздық. Оқшау сөздердің мағыналық түрлерін бір-бірінен ажырата білу, оқшау сөздердің жасалу жолдарын, қызметін білу. Енді біз ары қарай тағы да жұмыс жасаймыз. Ал енді біз конспект бөліміне оқшау сөздердің ережесін жазып шығуымыз керек. Оқшау сөздер дегеніміз не? Міне, оқшау сөздердің ережесін біз жазып шықтық. Сөйлемдегі сөздермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сөйлем мүшесі бола алмайтын, бірақ сөйлемдегі жалпы ойға тікелей қатысы бар сөздер деп ары қарай оқшау сөздердің өзіне тән ерекшеліктерін жазып шықтық. Ал енді осы оқшау сөздерге байланысты біз тапсырмаларды қосамыз. Тапсырмаларда бізде әртүрлі тапсырмалар бар. Ашылмалы тізіммен жаттығу, бір дұрыс жауабы бар жаттығу, бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығу, жұптау. Мен қазір жұптау тапсырмасын бергім келеді. Құрамыз. Ол үшін біз алдын ала слайдқа тапсырмаларымызды құрастырып қоямыз. Сол құрастырған тапсырмаларымызды слайдтың ішінен алып қондырамыз. Мысал үшін бірінші тапсырма. Міне біз алдын ала слайдқа мынадай тапсырмаларды құрастырып қойдық. Сәйкесін тап әдісі, оқшау сөздердің синонимі, қаратпа сөзді басқаша қалай атауға болады, қыстырма сөзді сөйлеуші сөйлемге не қосады, одағай сөздерде не көрініс береді. Ал енді қапталына біз шатастырған жауаптарды қоямыз. Осы сұрақтардың, осы жауаптардың сәйкесін оқушы табу керек. Ол үшін жауап нұсқасын қосамыз. Міне, алдыменен бірінші тапсырманы жазамыз. Оқшау сөздердің синонимі. Оқшау сөздердің синонимі бұл бөлек ерекше сөз деген мағынаны береді. Енді бұл екеуін біз сәйкестендіреміз. Енді тағы да жауап нұсқасын қосамыз. Екінші сұрақ, қаратпа сөзді басқаша қалай атауға болады? Қаратпа сөзді басқаша біз назар аударту деп алуымызға болады. Енді осы екі жауапты сәйкестендіреміз. Енді үшінші жауап нұсқасын қосамыз. Қыстырма сөзде сөйлеуші сөйлемге не қосады? Енді жауабы қыстырма сөзде сөйлеуші көзқарас пікір қосады. Енді бұл екі жауапты сәйкестендіреміз.
Енді соңғы жауап нұсқасын қосамыз. Соңғы сұрақ: одағай сөздерде не көрініс береді? Одағай сөздерде сезім, көңіл күй көрініс береді. Мұны да сәйкестендіреміз, жұптаймыз, яғни. Міне біздің сұрағымыз дайын. Енді біз тағы да екінші тапсырманы жалғастырып қосамыз. Тағы да тапсырма қосамыз. Ол үшін тағы да жаттығу түрін таңдаймыз. Жаттығу түрі бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығу. Мысалы ретінде енді осындай тапсырманы қосып қарайық. Құру. Ол үшін тағы да біз алдын ала слайдқа дайындалған тапсырмамызды енгіземіз. Екінші тапсырмамыз мағынасын тәп әдісі деп аталады. Қаратпаларды мағынасына қарай сәйкестендіріңіз. Жалқы есім, туыстық атау, жас ерекшелік, лақап ат, тілек мәнді сөз, әлеуметтік ерекшелігіне байланысты атау. Яғни біз қаратпалардың мағыналық түрлеріне мысалдар жаздық қапталына. Осы мысалдардан дұрысын бала таба білу керек. Ол үшін тапсырманы тағы да жауап нұсқасын қосамыз. Бірінші жауап нұсқасы жалқы есім болып тұрған, бұл жерде өлең саған арналды жанар. Енді жазамыз. Өлең саған арналды жанар. Бұл жалқы есімнен болған қаратпа. Осылай қылып біз жауап нұсқаларын жалғастыра береміз. Енді келесі тапсырманы қосамыз. Келесі тапсырма тағы да бірнеше дұрыс жауабы бар жаттығу дегенді, немесе бір дұрыс жауабы бар жаттығу дегенді таңдап қарайық. Оны былай құруға болады. Бұл айналдыру әдісі деп аталады. Айналдыру әдісінде сөйлемдерді қаратпа сөзі бар сөйлемге айналдырып жазыңыз деген тапсырма берілген. Мысалы, бірінші: Ақмаралдың жасы 11-де, қызыма ақыл кеңесімді тыңда деймін. Балаларға адамгершілік қасиеттерді үйретіңіз. Міне осы үш сөйлемді бала қаратпасы бар сөйлемге айналдырып жазу керек. Ол үшін тапсырманы қосамыз. Бірінші: Ақмаралдың жасы 11-де. Мұны Ақмарал, сенің жасың нешеде деп қосатын болсақ, Ақмарал сөзі қаратпа сөзге айналды. Енді келесі жауап нұсқасын қосамыз. Екінші: қызыма ақыл кеңесімді тыңда деймін. Қызым, ақыл кеңесімді тыңда. Міне осылай қылып жауап нұсқаларын қоса береміз. Үшінші жауап нұсқасы: балаларға адамгершілік қасиеттерді үйретіңіз. Балалар, адамгершілік қасиетті бойыңызға сіңіріңіз. Енді біздің үшінші тапсырмамыз дайын болды. Енді төртінші тапсырманы қосуға болады. Төртінші тапсырма бұл тағы да бір дұрыс жауабы бар жаттығу деп аталады. Оны былай құруға болады. Біз тағы да алдын ала дайындалған тапсырманы қойдық. Бұл жерде көктем таңы деген мәтін берілген. Осы көктем таңы мәтіннің ішінен балалар одағайларды тауып асын сызу керек. Ал енді оның жауап нұсқасын көрсетеміз. Жауап нұсқасына дұрыс жауаптар бұның ішінде: бірінші, шіркін. Бірінші. Енді екінші сөйлемде япырмай. Үшінші сөйлемде
қап. Ең соңғы сөйлемде мәссаған деген одағай кіріктірілген. Міне оқушылар осы одағайлар тауып асын сызу керек. Дұрыс жауапты біз көрсеттік. Құрметті тыңдаушылар, біз онлайн мектеп арқылы өз сабағымызды осылай құрастыруымызға болады. Мұны енді сақтау дейміз. Біздің сабағымыз сақталды, және сабақты шолу ретінде қазір қарап шығуымызға болады. Міне, бөлім тақырыбы киім, сән, талғам, оқшау сөздер және біздің сабақтың мақсаттары көрсетілген. Ары қарай тапсырмалар бар. Алдын ала көруді бастық. Міне, біздің сабағымыз онлайн мектеп бөліміне сақталды. Енді алға жылжытып тапсырмаларымыз көреміз. Мына біздің жазған оқшау сөздер туралы конспектіміз. Осы оқшау сөздерге байланысты конспекттің қасына видеороликті де қосып қоюға болады. Ары қарай, міне, оқушыларға арналған тапсырмалар тұр. Тапсырмаларды балалар орындайды. Мысалы, оқшау сөздердің синонимі. Оқшау сөздердің синонимі, мысалы, бөлек, ерекше сөз. Міне, екеуін сәйкестендіргенде қызарып тұр. Ендеше бұл дұрыс деген сөз. Егер мен мұны қаратпа сөзді басқаша қалай атауға болады дегеннің, мысалы, оның дұрыс жауабы көзқарас пікір болған, оның дұрыс жауабы назар аудару деген сөз болғанмен, оны мен көзқарас пікір деген сөзбенен шатастырып, екеуін сәйкестендіретін болсам, онда ол қате болады. Тексеріп қараймыз. Тексерген уақытта жасыл мен жанып тұрған бөлімі ол дұрыс жауап. Ал қызыл менен көрсетілсе, ол қате жауап болып есептеледі. Және алға қарай жылжытып, бала тапсырмалардың барлығын орындап шығады. Әрбір тапсырманы орындай отырып, бала дұрыс жауабын тексереді. Міне осылай алға батырмасын басып, оқушылар барлық тапсырмаларды орындайды да өзінің ұпайын қарап шығады. Ең артында тапсырманы орындап болғаннан кейін аяқтау батырмасын басқан кезде орындаған тапсырмасының ұпай саны шығады. Мысал үшін, менің қазір орындаған тапсырмам 1 ұпайға ғана ие болды. Яғни бұл жерде мұғалімге де тапсырманы тексеру өте жеңіл. Біз баланың нақты неше ұпай алғанын көріп отырамыз. Құрметті тыңдаушылар, мен осыменен өз тәжірибемді сіздерменен бөлістім. Қош, сау болыңыздар.